Құрметті тыңдармандар, арнама қош келдіңіздер. Гүлдер сыры 50-ші бөлімі. Ревика ұлы Мұстафаға жүгіріп келіп, Мұстафа Азраны полиция қызметкерлері алып кетті деді. Не үшін, неге алып кетті деді. Себебі оны полицияға ұстатып жіберді. Эбру Жиханмен қашып кеткендіктен, біз Жиханның үйіне Эбруды іздеп барғандықтан, Азра өзінің алқаларын алған соң, соны себебі бәле жауып соттатып жіберді деді. Ал Зейнеп болса есін жинаған соң, Серхат мырза, Кадир тірі ме деді. Я, Кадир тірі. Ол өлген бала, байғұс бала, Кадир емес екен. Ол Кадирдің сөмкесі емес деді. Сол кезде Зейнепке бір бөтен нөмірден Кадир хабарласты. Зейнеп әпке, мен аманмын, уайымдама деді. Ал Жихан болса Азраны полиция қызметкерлерінен шығарып алмақшы болды. Ол менің әйелім, анам келінін ұнатпайтын еді, отбасылық мәселе деді. Ал полиция қызметкері, онда әйеліңіз жала жапты деп анаңызды сотқа бере алады деді. Жоқ, керек емес деді. Азра бірақ риза болмады. Эбру қайда деп сұрады. Эбру менің жанымда деді. Оған бірдеңе еститін болсаң, сенің қандай адам екеніңді біледі ол деді. Сен айтпайсың, екеуміздің арамызда келісім шарт бар деді. Ал алқаларды міне ала бер, саған бердім деді. Сөйтті де екеуі қоштасты. Ал Эбру полиция қызметкерлерінің алдында жүрген кезде анасы мен ағасы келді. Эбру деді. Қызым, сен мұнда не істеп жүрсің деді. Мұстафа да оған айқайлай жөнелді. Эбру, жүр қызым, үйге қайтайық деді. Бірақ Эбру, жоқ апа, мен үйге қайта алмаймын деді. Неге қайта алмайсың? Бәрін Эбру кінәлі деп маған жала жабасыңдар деді. Осы кезде Азра мен Жиханда полиция қызметкерлерін шығып келе жатты. Ал Мұстафа Жиханды көргенде қатты ашуланды. Сен менің қарындасым не істемекшісің деді. Анасы да жалынышты түрімен Эбруға қарады. Азра да Эбруға жалынышты көзімен қарады. Ал Эбру, маған бәрібір, мен үйге бәрібір де қайтпайым деді. Анасы жылапты, жалынып жатыр. Қызым, қайтшы деді, бірақ Эбру қайтпады. Кадир болса полиция бөлімінде болды. Сол кезде Зейнеп пен Серхат келді. Кадир Зейнепті көріп қатты қуанды. Сен неге мен тастап кеттің деді. Зейнеп әпке, мен кетсем сен бақытты боласың ба деп ойладым деді. Жаным-ау, өмірімнің мәні сен ғой. Мен қалай бақытты болам сенсіз деді. Ал Серхат болса сені кім алып кетті деді. Бір тәте, әкеңе апарам деді. Бірақ мені әкеме апармады. Уақыты болған жоқ деп айтты деді. Ал Зейнеп бұл кім болуы мүмкін деп танымады. Ал Жанға Седев келіп, Жан мырза, Зейнептің туған күні Омар жұмыстан шығып кетті деді. Жарайды, рахмет деді. Сөйтті де Жан Омарға хабарласып, Омар, қалайсың деді. Мен жұмыстан шығып кеттім, сізге айтпағаныма ренжімеңіз деді. Маған енді жұмыс керек емес, мені ойламай-ақ қойыңыз. Мен сізге ақшамды қалайда қайтарам деді. Ал Қайел болса Кадирдің келгеніне қатты қуанды, яғни әжесінің де қуанғанын естіп, Зейнеп қатты таң қалды. Кадир мен Зейнептің әңгімелерін Серхат сырттан естіп тұрды. Сен менің өмірімнің мәнісің, Кадир. Енді мені олай тастама деді. Елкем әпке де мен үшін бұл үйден кетті ғой деді. Сіз Серхат мырзаны жақсы көресіз бе деді. Иә деді. Ал Эбру болса әлі де қайғырып отыр. Оның қайғырып отқаны Жиханға жақпай отыр. Сол кезде Эбруға әкесі хабарласты. Бірақ Эбру телефонын әкесінің қоңырауын алмай сөндіріп тастады. Ал Эбру болса, Жихан, ағам маған неге сені қатыгез деп айтты деді. Ол Азраның айласы ғой деді. Зейнеп Серхаттың қасына келіп, Серхат мырза, Кадирді ұрлаған адамды таптыңыздар ма деді. Өкінішке орай әлі таппадық деді. Сол кезде Зейнепке анасы хабарласып қалды. Апа, қалың қалай деді.
Анасы Зейнептен Кадирдің жағдайы қалай, бәрі дұрыс па деді. Апа, әуелі мен сізден кешірім сұрайым, азанда қатты айқайлап жібердім ғой деді. Жоқ қызым, ештеңе етпейді. Кадирдің жағдайы жақсы болса болды. Даусың біртүрлі болған соң деді. Жоқ апа, Эбрудан хабар бар ма деді. Хабар бар. Бүгін Азраны Себим полицияға берген соң сол жерге барғанда Эбруды көрдік деді. Эбру Жиһанның қасында екен. Үйге қайтпайым деді. Әкеңе Зейнептің қасында Эбру деп айттым. Өтінем, әкеңе ештеңе айтушы болма деді. Апа, ол өтірікке мені араластырмаңыз. Әкеме өтірік айта алмайым деді. Сол кезде Зейнеп Серхат қайтқанда, Серхат сонда осы өтірікке де сен де араласасың ба деп айтты. Ал Зейнеп болса түн жарымына қарамай, ал әріп болса әйелінен Эбру қайда екен деді. Зейнептің қасында, уайымдама, мен қазір Зейнеппен сөйлестім деді. Эбруға бірдеңе болды ма деді. Жоқ деді. Ал Жихан Эбрудың жылауынан жалғап үйіне кетпекші болды. Сен сонда мені алғашқы түні тастап кетпекшісің бе деді. Эбру, бүгін анам ашулы, өте ашулы, сондықтан мен анамның көңілін табуым керек, кетуім керек деді. Ал Азра болса Түлайға ақшасын бермекші болды. Ал Түлай, Азра ханым, сіз уәдеңізде, сөзіңізде тұрады екенсіз деді. Түлай, телефоныңды бер деді. Телефонын алды да Азра Түлайдың барлық хабарламаларды өшіріп тастады. Енді менен аулақ жүр, мені енді бопсалап менен ақшалам деп армандама деді. Жарайды, көреміз деді Түлай. Сөйтті де Азра кете барды. Үйге келген кезде алдынан Мұстафа күтіп алды. Азра, сен қайда болдың деді. Мен дүкеннен келе жатырмын деді. Дүкеннен алған затың қайда деді. Не болды Мұстафа? Мені Жихан құсап тергей бастадың ғой деді. Мені Жиханмен салыстырма деді. Онда Жиханның істеген істеме деп айқайласып кетті екеуі. Жанның отырған жеріне Пелин келді. Жанға қасыңа отырсам бола ма деді. Әрине болады деді. Әйелің бар ма деді. Жоқ деді. Әйелім болса не істейсің деді. Жүрегін жаралап алмайын деді. Осы кезде Серхат ағасы Жиханға, аға, тоқташы, сөйлесуіміз керек деді. Не туралы? Эбру туралы ма деді. Жоқ, Эбру туралы маған қызық емес. Сендер Эбру екеуің бір-бірің үшін сайысыңдар деді. Маған Тибет анық Кадердің әкесі ме деп Жиханнан сұрады. Зейнеп екі түннің арасында әкесінің үйіне келді. Әкесі Зейнепті көріп, Эбру қайда деді. Әке, Эбру менің қасымда емес деді. Ал осы кезде Ревика қызына, Зейнеп, өтінем, айтпай-ақ қойшы деді. Не болып жатыр? Айтсаңдаршы енді деді. Азра мен Мұстафа да үн-түнсіз қалды. Сол кезде әріп қатты ашуланды. Айтсаңдаршы енді деді. Әке, Эбру кетіп қалды деді. Ол Жиханмен бірге кетіп қалды деді. Немене? Сен де соны барлығында білдіңдер ме деді. Ал Мұстафа болса, әке, мен бұны таңертең білдім. Анам айтпа деген соң үнсіз қалдым деді. Сендерге айтар сөзім де жоқ деді. Ол отбасылы еркек емес пе деді. Я, ол қашаннан бері онымен таныс деді. Қонақ үйде жұмыс істегелі берді деді. Ал Серхат болса, Жиһанды қысым қалды. Бүгін Кадерді бір әйел ұрлап алып кетті. Сені әкеңе апарам деген, бірақ оны әкесіне апармаған, әлі уақыт сәті келмеген деді. Я, Серхат деді. Зейнеп әкесінің бөлмесіне келіп, әкесіне дәрі берді. Әкесінің көңіл күйі болмады, бірақ дәрісін ішті де, менің көзіме ешқайсысын көрінбеңдер, ешқайсысыңды көргім де келмейді деді. Сол кезде Зейнеп бөлмесінен шығып, әкем бізді ешкімді көргісі келмейді деді. Шындықты айтқанымыз жақсы болды деді. Өтіріктің арты бір тұтам деді. Апа деп Зейнеп ағасын көздеді. Мұстафа да Зейнепке қарап қойып, өзінің кінәсін мойындап тұрды. Ал Жихан үйге келгенде анасы Себим
Сен Азраны түрмеден шығармауың керек еді. Мен оны шірітем түрмеде деді. Апа, енді болды, мен де оны кешірдім. Сен де оны кешір деді. Күнімен арсыз Эбрудың қасында болдың ба? Егер де сол Эбруды үйге әкеліп, апа осыған үйленем десең, үйлендірмеймін деді. Осы кезде Жихан Бераққа хабарласып, сен Неджатпен сөйлестің бе деді. Иә, сөйлестім. Сендер мені Тибет екеуің тығырыққа тіредіңдер. Енді көресіңдер деді. Бомбаны өзің тастаған екенсің, енді жарылатын күт деді. Маған бәрібір деді. Ал Жихан болса қатты ашуланды. Пелин мен Жан түнді бірге өткізді. Пелин жиналып кетіп бара жатқанда Жан, қайда барасың деді. Мен кетуім керек деп кетіп қалды. Ал таңертең анасымен сөйлесті. Зейнеп әкесінің жағдай жақсы екенін уайымдағанын айтты. Жарайды деп Серхатта үн-түнсіз қойды. Ал Бераққа, яғни қызы Илким, бір әйел Кадирді ұрлап кеткен екен апа деді. Жарайды қызым, маған ол Кадир қызық емес деді. Сонда оның әкесі Тибет мырза емес па? Тибет мырза біреуді жібермей өзі алып кетпей ме деді. Апа, ол да сенің перзентің ғой деді. Перзент тек босанғанда емес, оны асырап бағу керек деді. Сол кезде Түләй қыстырылып қалғанда оған Берақ жаман көзбен қарады. Жарайды деді. Ал Себен болса таң ата Серхат, яғни ұлының үйіне келді. Сен осы үйдегі жаңадан келген қызметшісің бе деді. Я деді. Ал Себен болса Зейнепке, сен сіңіліңе айта бар. Егер Жиханға тұрмысқа шығам десе армандамасын деді. Ал Серхат болса, бұл үйде енді Эбру мен Жиханның аты аталмасын. Менің шаңырағымның шайқалғанын қаламайым деді. Ал Зейнеп болса, менің сіңілім ғана емес, сіздің де ұлыңыз кінәлі. Олар ересек адамдар деді. Фильмнің жалғасы бар. Арнама тіркеліп кетеміз.